Біз, в общем, шулатып, екінші орынды жуып жатырмыз. Здесь Саша Турба и Дюша Митёкин. Мындай нәрсені білесіздер ма? Аты қалай еді? Еноки. В общем, осы ұнайды маған. Нори ма? Еноки. Екі жігіт бізді күттіріп қойып жатыр ғой. Не дейміз? Мөлдір? Капец ұзақ күттік. Я жарты сағат. Как всегда. Короче, бүйтеміз. Короче, сейчас Кунг-фу Панда кіреміз. Кунг-фу Панда ма? Қалмады ма? Онда бүйтейік қазір. Кино өшірсін. Айтам как бар. Не істейді екен планын қазір білетін боламыз. Кинодан шығамыз. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Деп бүгін бүкіл сайыстарды бітіріп, қазір енді киноға келдік. Қасында менің бір фаворитім кім екенін сіздер біліп қойдыңыздар. Сол ғой, білініп қалды, иә? Доказан жасырған еді. Менің фавориттерім бәрі бірақ орын алды. Осылай киноға келдік. Не көресіз деп ойлайсыздар? Айтыңыздар. Біз, в общем, екі нәрсе таңдадық. Біреу мультик. Біреу мультик, біреу кино. Біз кино көрмейтін болып шештік. Самокат теуіп жатырмыз қазір. Погода күшті болып тұр. Мына жақта Ернар жүр. Айсұлтан ар жақта кетіп қалды. Менің тепкенімді көрсетші. Давай. Туф! Осылай күн күшті болғаннан кейін кішкене таза ауада шығайық дедік. Айтшы. Болды, айтпаймын мен уже. Парковка деп айтты да, мен сені Сол кезде түседі. Тағы айтып көрші түсіп қалар. Парковка? түсіп жатыр ғой. Парковка анау асты көтеріледі. Джет, жоқ. Hey Джет, парковка. Айт. Hey Джет. Кетші, жүріп отырмын. Айтса енді. Hey Джет, парковка. Қалаған жерінен Джет деген ұранды айтасың. Қалған жеріне Джет. Әні түсті. Біз самокат теуіп болдық. Қалай болды? Мен үшін күшті болды. Сен мұқтайды екенсің, ә? Мен ой, мен ондайлар жіберем десең. Надо было өздерге. Иә, күшті. Айнұр бірінші тепті, иә? Мен бірінші тептім, бірақ ең алдында мен жүрдім. Рет соғылып алды. Бұл екеуі айтады деп кейдіріп жатыр. Иә, енді күн жылыды. Осылай үй жақайдан қайтсақ па деп жатырмыз. Бірақ үйіміз бәріміздікі. Талғарда біреуіңкі. Қалада тұрып атқан ешкім жоқ дейсің ғой. Кресте. Жаңбыр жауып жатыр, күшті бұл. Маған бүгін шақырту келіп жатыр. Это пригласительно вам. Ждем вас завтра в 7:00. Всем. Ораза болсын. Амин, рахмет көп. Бұл шақыртуды кеш болса да салғым келіп тұр. Қараңыздар. Машалла, таспих. Және де осындай құрма и зәмзәм суы бар екен. Бұл қырғыз бауырларымыздың киносы «Пеш жұмақ ананың табанының астында» деген. Дәл осы фильм тиктокта кәдімгідей танымал болып жатыр. И көргім келіп жүрген. Шынымен де бүгін шақырту келіп тұр. Алла қаласа ертең баратын боламын.